мынаны қара. Қыз бір уыс қызыл бұршақты ұстап алып, тікелей бөксесіне жабыстырады. Сигнал шыққан бойда барлығы 10 қыз пайда болады. Олар 1 секундтың ішінде жүгіруге асығады, бірақ олар үлкен қадамдар жасай алмайды. Бұл қызыл бұршақтардың шығып кетуіне жол бермеу үшін бөкселерін қатты қысу керек. Қарапайым адамдар үшін қадам өлшемі әдетте 10-нан 3-тен 3-ке дейін болады. 1 және 10-нан 9-ға дейін аяқ. Бірақ бұл қыздар ұзындығы шамамен 1 фут болатын кішкентай қадамдарды ғана жасай алады. Егер олар осы диапазоннан шығып кетсе, бұл қызыл бұршақтар бөксесінен түсіп, бірден қуырылады. Бұл аңшылар үшін өте жақсы таңдау болып шықты. Бір қызығы, тек бөксесі мықты қыздарды таңдайды. Ал кімде кім жоқ болса, күн сайын көң себеттерін сүйреп, шкафтарды есіктен есікке дейін тазалап, содан кейін бұл қоқысты тауға көмуге тура келеді. Олар маған жай ғана құлдарды ұнатамын деп ешқашан айта алмайды. Сондықтан бұл қыздар жүгіру жиілігін арттыру керек. Олар үлкен ағашқа қарай жүгіреді. Ол жерде қызыл жібекпен қапталған биіктігі 10 фут болатын 3 баспалдақ бар. Қыздар жоғарыға көтеріліп, бәрі сыртқа шығып бара жатқанда бөкселерін мықтап ұстайды. Олар әр қадам сайын қатаң түзу сызықпен жүруге мәжбүр болады. Тіпті ең кішкентай болса да ауытқуға тұрарлық және бәрі босқа кетеді. Бірақ бұл әлі аяқталған жоқ. Қызыл жібекті ұстаған қыздар келесі кезекте арқанмен секіруге мәжбүр болады. Қызыл бұршақтардың әлі де құлап қалмағаны жақсы. Олар қолдарымен юбкаларын мықтап ұстап, арқанмен секіреді. Аяқтарын мықтап ұстап, биікке секіріңіз. Әркім қатарынан 5 рет үзіліссіз секіруі керек. Әйтпесе олар жабылады. Осы іріктеу кезеңінен кейін 3 қыз толық құл болады. Бұл жарыс мүлдем ақылсыз. Екінші раундта әрбір қыз төсекке жатып, тайпалық акушерге жамбас қабатының бұлшықеттерімен не болып жатқанын тексеруге рұқсат беру керек. Жамбас өлшемі кемінде 2.7-10-5-ке дейін болу керек. Бұл шамамен 1 метр. Бірақ бір қыз бар, оның жамбасының ығысуы небәрі 2.6-10-5-ке дейін. Бұл аулалар жоқ. Ауланың 1/10 бөлігінен ұялу жеткіліксіз. Оны тез қуып жібереді. Ал соңғы әрекет үшін қыздар аяқтарын бір-біріне қысып, 45 градус бұрышта жайып, компас тәрізді позицияны қалыптастырып, жерге жатуы керек. Олар мұны 1 сағаттан астам ұстауға мәжбүр болады. Бірақ бұл таңдаудағы басты мәселе әрбір қыздың етеккірі болуы керек. Егер олай болмаса, оның іріктеуге қатысуға мүмкіндігі болмайды. Бірақ аңшыларды таңдауда барлық мүмкіндік бар. Ендеше, мұның бәрі неге соншалықты оғаш? Мына кунг-фу жиынтығына жақсылап қараңызшы. Одан кейін еркектердің олжаға айналғанын көресің. Бұл тайпада тек әйелдер ғана бар. Олар еркектерді абсолютті зұлым жындар деп санайды. Сондықтан олардың барлығы бейтаныс көздерден жасырынып, тұманға тығылады. Олар ешқашан ер адамдармен араласпайды және бұл мекемені әйелдер мекемесіне айналдырады. Бірақ бұл халық санының өте тез азаюына әкеліп соқтырады. Тайпаны тірі және сау ұстау үшін патшайым жыл сайын жын аулау рәсімін өткізеді. 18 жасқа толған және етеккірі келген қыздар іріктеу кезеңіне жіберіледі. Бұл тайпада барлық әйелдер тең. Үлкен кеуделері мен үлкен есектері бар қыздар балалы болу және аңшы болу үшін ең жақсы деп саналады. Содан кейін олар жігіттерді өздерімен бірге серуендеуге тарту үшін тайпаның сыртына жіберіледі. Егер ұл туылса, оны аяусыз өзенге лақтырып жібереді. Ал бірінші болып қыз туылған адам келесі патшайым болады. Дәл қазір таққа отыруға ең көп мүмкіндігі бар адам қазіргі патшайымның қызы Семпо. Бірақ Семпо нағыз жеңіліске ұшырады. Ол өзін алдап жүрген анасына толығымен тәуелді. Оның бөксесі кішкентай, бірақ анасы өзінің патшалық билігін пайдаланып, емтихан алушының үнін өшіреді. Емтихан алушы бұл аңшы үміткерлерге оңай жүкті болу үшін ұзын бойлы, бұлшықетті еркектерді табу керек екенін айтады. Ол сондай ақ құстың сыртқы түрін түсінуге көмектесу үшін суреттегі белгілі бір орынды көрсетеді. Көптеген қыздар ұялғаннан бірден көздерін жұмады. Алдыңғы раундтарда Сампо мұны әрең орындады. Бірақ соңғы раунд бұл азғыру және бұл ол үшін өте қиын кезең. Ол бұл қадамды өте ыңғайсыз деп санайды. Дәрігер бетперде киіп, ер адамның рөлін ойнайды. Ал Сампоның ең жақын досы Кайла сынақтан бірінші болып өтеді. Ол жамбастарын бұлғап, ұшу-қону жолағында модель сияқты маңызды көрініспен тұр. Оның көз алдында сүйкімділіктің 3 бөлігі, нәзіктіктің 3 бөлігі және абайсыздықтың 4 бөлігі бар. Қолында шөптің жүзін ұстап, оны абайсызда жерге құлатады. Содан кейін ол еңкейіп, әдемі эс қисығын көрсетіп, дәрігердің денесіне ақырын тигізеді. Электро қимылдарының барлық жиынтығы соншалықты сұйық, ол барлығының қошеметіне бөленеді. Бұл тайпада әйелдер ер адамдармен танысуды үйренуі керек. Келіңіздер, сұлулықтың қалай еліктіретінін көрейік. Сампо нағыз сұлу, бірақ кенеттен оған жалған күлімсіреген бала еніп кеткендей болды. Ол мінсіз 8 тісімен жарқырап, тапсырмадағы сарбаз сияқты алға қарай жүреді. Сосын күтпеген жерден ол артындағы гүлді жұлып алып, «Ой, сен менің жүрегімсің», дейді. «Сен менің бауырымсың, сен менің кішкентай тәтті бәлішімсің». Дәрігердің жиіркенгені сонша, ол бірден оның маскасын жұлып алып, оның бүкіл тағамды тостау үшін жеткілікті майы бар екенін айтады. Қандайда бір позада мен өзімді аздап ыңғайсыз сезінемін. Ол Каланың не істегенін есіне түсіре бастайды. Сондықтан ол алға ұмтылып, докты құшақтайды. Бірақ дәл осы сәтте ол гүлдегі қатені байқап, ханымға мүлдем сәйкес келмейтін айқай шығарады. Ақырында Семпо бөксесінің астынан тепкілейді. Кала мұны аңшы сияқты жасайды. Бірақ қазіргі уақытта ойыннан шығып қалған басқа қыздардың аналары өте бақытсыз. Олар іріктеу кезінде көлеңкелі бизнестің қандайда бір түрі болып жатқанына сенімді және емтихан алушы біреуден пара алған деп мәлімдейді. Олар істі қайта қарауды талап етеді. Барлығының ашуына қарамастан,
патшайым жасырын түрде қуанады. Өйткені ол тақтың ешкімнің қолында болғанын қаламайды. Сондықтан ол бұл шуды көтерді. Енді тайпаның соңынан ерген аты аңызға айналған Забур құдайы соңғы аңшыны таңдайды деп шешілді. Қыздар ыстық бұлақ бассейніне қарай бет алып, қолдарын ыстық бұлаққа түсіреді. Егер олардың қолдарының түсі өзгерсе, олар аңшы бола алады. Бар болғаны 4 қыз осы соңғы кадрды түсіру құқығы үшін күресуде. Бұл жарыс толығымен бұрмаланған. Қараңызшы, барлық қыздар бір уақытта қолдарын созады. Алғашқы 3 қызға ештеңе болмайды. Бірақ Сампо қолын созған кезде оның алақанында алтын жарқыл пайда болады. Бұған еш күмән жоқ. Бұл патшайымның тағы бір жоспары. Осыдан кейін 6 аңшы заттарын жинап, тайпадан кетуге дайындалып жатыр. Олар мына тұманды жерге келеді. Осы жерден өткеннен кейін олар сыртқы әлемге жол табады. Бірақ бұл тұман өте бір түрлі. Егер олар бұзып өтпек болса, олар ішке кептеліп қалады. Тіпті жартылай адам, жартылай құбыжық деген қорқынышты тіршілік иесіне тап болуы мүмкін. Бұл қыздардың барлығының денесінде куркума бар. Егер сіз оны қолыңызда ұстасаңыз, бұл олардың тұманды тарата алатынын білдіреді. Олардың барлығы сыртқа шыққанда куркума алтынның сынығына айналады. Бұл ішке кіріп, сол жерден шығудың кілті. Күзетші оларға оны жоғалтпау керектігін ескертеді. Әйтпесе олар үйлеріне бара алмайды. Айналадағы әлемді алғаш рет көріп тұрған қыздар кең тауларға таңғалды. Күзетші оларға картаны беріп, байланысатын адамды табуды сұрайды. Қала өте ақылды қыз. Ол карта арқылы дұрыс адамды тез тауып алады. Байланыста болған адам сөйлей алмайды. Олар тек жест ишара арқылы сөйлесе алады. Бұл жер олардың базалық лагері болады. Досым, бұл қыздар өте аянышты. Олар 2 ай ішінде жүкті болу керек. Ал егер олар сәтті жүкті бола алмаса, қайтып оралған соң өлім жазасына кесіледі. Сондықтан олар жүктерін жинап болған соң нағыз ұзын бойлы, мықты жігіттерді іздеу үшін шағын қалаға аттанады. Қала өте жанданған, бірақ бұл қыздар барлық сатушылардың қолдарында үлкен ескі пышақтар бар екенін көреді. 1 кесек, 2 кесек, 3 кесек. Олар қуырылған тауықтар мен шикі балықтарды кесу тақталарына сойып жатыр. Дүниені көп көрмеген бұл қыздар, бұл адамдар шын мәнінде адамдарды өлтіріп жатыр деп ойлайды. Қыздардың бірінің шошып кеткені сонша, ол дәл сол жерде есінен танып қалады. Және олар куркуманың бір бөлігі жерге түсіп жатқанын, және оны мен есімді жігіті алып кеткенін де байқамайды. Мен ломбардқа баруды күте алмайды. Бастық оған жалт қарады да, бұл куркуманың бір бөлігінің құны сонша, оған бүкіл шағын қаланы сатып алуға болатынын айтты. Мен бұл затты тез арада алып тастап, ломбардтан шығып кетеді. Қыздар қайтып келген соң, Кайла барлығын тыныштандыруға тырысады. Оның айтуынша, жындар өте қатыгез. Біз қорқынышымызды жеңіп, жүкті болып, тезірек үйге қайтуға тырысуымыз керек. Ендеше, өзімізді қайтадан біріктірейік. Олар шаштарын төмен түсіріп, үстіңгі жағын қатайтады. Бұл сұлулар еркектерге аң аулауға шыққалы жатыр. Олар өздерінің жіңішке белдерін көрсетіп жатыр. Олардың әрқайсысы ұшу-қону жолағында жүріп, әсем фигураларын тербетіп, шайханаға жақындаған кезде сүйкімді күлкілерін көрсетеді. Мұнда бірнеше ер адам демалып жатыр. Олардың кеудесі кең, қолдарында бедерлі бұлшықеттері бар. Олар биік және күшті. Қыздар бұл көріністі көргенде жүздерінен риза күлкілер пайда болады. Ал ер адамдар да өте риза болады. Бұл шын мәнінде тегін тағам. Тіпті олардың сілекейлері де перинеясына ағып кетеді. Қыз алға шығып, қолын созып, жақын жерде өсіп тұрған үлкен ағашты ұстайды. Ол еліктіріп, көзін қысып, тәрізді қисық жасайды. Еркектер әп-сәтте толқып, адреналин деңгейі тез көтеріледі. Оларға бірден сақалды үлкен жігіт келеді. Қыз оның денесін сипап, қолын алдыңғыдан артқа қарай сипады. Бұл ер адамның денесінен өтіп бара жатқан электр тогына ұқсайды. Содан кейін қыз серпімді бөксесін көтеріп, ер адамды кішкентай орманға апарады. Басқа қыздардың бәрі бірдей трюкті қолданып, еркектерді ілмекке тартады. Көп ұзамай қыздар тобында Сампо мен Кайла ғана қалады. Ал олардың алдында бір ғана ер адам қалады. Екеуі флирт жасай бастағалы жатқанда, Сампо кенеттен оның денесіндегі куркуманың жоғалып кеткенін түсінеді. Ол бірден оны іздеуге оралады. Сампо жол бойы артқа қарай жүреді, бірақ ештеңе таппайды. Оның үрейленгені сонша, ол жылап жібере жаздады. Алайда, дәл осы сәтте ол басын көтергенде, әп-сәтте салқындай түседі. Досым, мен мұндай әдемі жігітті бұрын соңды көрген емеспін. Оның бойы ұзын, бұлшық еттері тым ұзын. Оның шашы артқа қайырылған. Ол сәнді костюм киген және бір тамшы да дөрекі емес. Әлдебір Эдгар По саған бірден ғашық болып қалады. Ол ойланбастан оның бетіне тигізу үшін қолын созады. Әдемі жігіт әлдебір Эдгар Поның не істеп жатқанын білмей, абайлап артқа шегінеді. Көзді ашып жұмғанша, ол тайпада оған үйретілгеннің бәрін есіне алады. Келесі секундта ол батырлық өлімге немесе басқа нәрсеге бара жатқан сияқты. Ол өзінің тәтті күлкісін көрсетіп, Кала сияқты жігіттің алдында айнала бастайды. Оның шашынан шыққан тәтті иіс ер адамның бетіне тиеді. Жігіт оны қазір одан да оғаш деп ойлайды. Содан кейін Сампо тобығын бұрып жібергендей кейіп танытып, әдейі оның құшағына түсіп кетеді. Ол қолын ер адамның мойнына орап, варылдай бастайды. Ер адам әп-сәтте қалтырап, дірілдеп жерге құлап түседі. Оның мұңды жүзіне қарап, ер адам өзінің өте әдепсіз екенін түсінеді. Сондықтан ол оған қайта тұруға көмектеседі. Кейбір По оны ұнатады деп ойлайды. Егер әйелдер жүкті болғысы келсе, еркектерді азғыруы керек. Ер адам оны тоқтату үшін қолын тез көтеріп, мазасызданып, маған жақындама дейді. Әлдебір По әбден абдырап қалды да, ақымақтықпен
егер мен саған жақындамасам, сенен қалай бала туа аламын деп сұрайды. Бұл кісі әбден аң-таң. Ол мұндай ұятсыз әйелді ешқашан көрмеген. Ол бірден қарғыс айта бастайды. Өйткені қыздардың бойында өзін өзі құрметтеу және өзін өзі сүю керек. Бірақ Сампо оны көңілді деп санайды. Ол қасында сұлу әйел тұрғанда мұндай сабырлы бола алатын адамды ешқашан көрмеген. Ол оны жай ғана кейіп танытып жатыр деп ойлайды. Ол кісі жай ғана сөз таппай отыр. Әлдебір По оның сәл екіленіп, бір қадам алға жылжып бара жатқанын байқайды. Бұл кісінің мінезі әдемі, енді оған белгілерді оқығысы келмейді. Сондықтан ол істері бар екенін кейін қайтатынымызды айтады. Ол Сампоға ағаштың түбінде күтуін айтады. Олар есімдерін ауыстырады. Ер адам тек фамилиясы Чан екенін айтады. Еркектерге ешқашан сенбе. Әлдебір По сол үлкен ағаштың түбінде сымбатты Чанды күтіп тұрған. Бірақ ол кісінің сөзі бос сөз екенін білмейді. Ол әлі күнге дейін өзін тастап кеткенін түсінбейді. Чен теміржол дизайнері. Бірақ егер ол осы жерге теміржол салғысы келсе, ол осы бір түрлі жұмбақ тұманнан өтуі керек. Кейбіреулер бұл жерде жандарды ұрлап әкететін қорқынышты рухтар бар дейді. Ол жерге бұрын кіргендерді өлі күйінде де таба алмаған. Бұл өте қорқынышты. Бірақ Чан атеист. Сол сәтте картаға қарап отырып, ол кенеттен осы жерде бұрын пайда болған жұмбақ әйелді есіне алады. Ол тұманға жақын жерде тұрған сияқты. Сондықтан келесі түнде әлгі ақымақ Чан көптеген сылтаулар ойлап табады. Ол суретке түсу үшін сол үлкен ағашқа қарай бет алады. Ол шынымен де Сампомен тағы да бетпе-бет келеді деп кім ойлаған? Ал ол мүлде ашуланбайды. Ол тіпті оның сөзіне адал екенін айтады. Чан өзін аздап кінәлі сезінеді. Ол мұндай жабайы мінезді қыздың шын мәнінде кінәсіз екенін күтпеген. Осыдан кейін бірден Сампо қайтадан флирт жасай бастайды. Ол оның қолынан ұстап, оны шекке қояды. Бірақ жігіт оны қайтадан итеріп, қолын тартып алады. Сампо одан ұсқынсыз деп ойлайсың ба деп сұрағанда қатты ренжіді. Сөйлеп тұрғанда көзінен жас ағып кетеді. Чан балаға неліктен сонша әуестенгенін түсінбейді. Бұл тайпада жүкті бола алмайтын әйелдерді ұрып соғатын болады. Чан қатты шошып кетті. Бірақ ол әлі де оған шынымен жақсы көретін әйелден ғана бала туатынын айтады. Кейбір По мұны түсінеді. Ол оның қимылдары әлі батыл емес екенін түсінеді. Сондықтан ол мұны сезбейді. Сондықтан ол бөксесін оған қарай өте баяу жылжытады. Содан кейін ол оған өте байсалды қарайды. Бұл жолы оның жүрегі оны шынымен жақсы көретінін сезеді. Ол оған шынымен флирт көзқараспен қарайды. Содан кейін ол сүйісуге дайындалып жатқанда басын сәл еңкейтеді. Бірақ Чан тағы да жалтарып кетті. Және ол оны тағы бір рет сүюге батылы барса, қасқырларды тамақтандыру үшін оны сайға тастайтынын ескертеді. Кейбір По бұған мән бермей, оған жақындай түседі. Бұл екеуі түні бойы бірге өткізетін қарапайым нәрсе. Чан осы мейірімділікті пайдаланып, оны үйіне шығарып салғысы келеді. Оның мақсаты бұл оғаш тұманның артында не жатқанын көру. Бірақ дәл осы сәтте оның қарамағындағылар оған сүрініп, бас инженердің тұманға түсіп, қайтып оралмағанын айтты. Кеше ғана кестені сақтау үшін инженер өз бригадасын алып, тұманның не болғанын тексергісі келгені белгілі болды. Орманда қорқынышты тұман бар. Ол жаққа барма. Бірақ инженер оның ішіне кіріп кетті. Оның экипажы ішке кірмес бұрын ішінен жабайы аңдардың гүрілдегенін естіді. Көзді ашып, жұмғанша инженерді ішке сүйреп апарды. Осы кезде Чан инженердің денесін жабайы құбыжықтардың шағуының іздері басып қалғанын көреді. Оның жүрегі қатты жараланып, орманда жасырынып, үнсіз жалғыз жылап отыр. Кейбіреулер мұны жақсы мүмкіндік деп санайды. Сондықтан ол жылулық сыйлау үшін келеді. Ол оның қолынан ұстап, оны қайта-қайта ақырын қысып, бұл оның жүрегіндегі ауырсынуды жеңілдететінін айтты. Чан, бас тартпа. Ол жүрегінің сәл қозғалғанын түсінетін сияқты. Осыдан кейін бірден Сампо қайтадан флирт жасай бастайды. Бірақ Чан одан бас тартады. Өйткені ол Сампоның жаңа ғана жүкті болғанын және оған әлі ғашық болмағанын біледі. Бірақ қазір Сампоның шыдамы таусылды. Ол қайтадан ойға оралады. Әйелдер елінде жүкті болу әйел үшін бірінші кезектегі міндет. Бұл жігіттің кім екені маңызды емес. Ең бастысы, бұл жігіт және бұл жеткілікті болады. Аспан Сампоның ішкі тілегін естіген сияқты. Дәл осы сәтте орманда бір адам пайда болады. Оның кеуде бұлшықеттері жақсы дамыған, бойы ұзын және күшті. Бұл кепілдендірілген жетістік. Сампо бірден іске кірісіп, оның алдында тұрған адамға флиртті көзқараспен қарай бастайды. Бұл жігітте бәрін тез түсінеді. Ол киімін шешіп, ақырын оның қасына келеді. Бірақ содан кейін Сампо осы әдемі құмыра туралы ойлайды. Оның денесі инстинктивті түрде жиіркенішті сезінеді. Сондықтан ол көзін жұмып, сол кісінің бетін Чанның бетінде елестетеді. Ол қазір өзін әлдеқайда жақсы сезінеді. Ол кісінің киіміне жатады. Ер адам оның керемет тегіс бетіне қолын тигізеді. Сосын киімін шешіп алады. Бірақ келесі секундта Сампо шындыққа өте тез оралады. Чанның жүзі жоғалып кетеді. Ол қайтадан инстинктивті түрде қарсы тұра бастайды. Бірақ бұл адам қазірдің өзінде баруға дайын және оны ешқашан жібермейді. Мен оның қолымнан келгенше қатты ұстаймын. Әлдебір По әбден абдырап, қатты дауыстап көмекке шақырып жатыр. Бұл әйелді қатты қорқытпақшы. Жігіт оны қорламақ болған кезде қатты шапалақ естілді. Чан еш себепсіз пайда болып, бұл жігітті нокаутқа жібереді. Әлдебір По оны бірден құшақтап алады. Сол сәтте ол Чанға қатты ғашық екенін түсінеді. Оған дейін ол өз сезімін қалай білдіретінін білмеген. Ол мұны тек өз ісімен ғана көрсете алатын. Чан да оны қатты құшақтап алды. Ақыры олар бір-бірінің жүрегінде не болып жатқанын түсінді. Бірақ Чан әлі күнге дейін Сампоны тым жұмбақ деп санайды. Ол қарапайым, қызға мүлдем ұқсамайды. Сондықтан ол бәрібір онымен балалы болуға келіспейді. Кайлаға келетін болсақ, ол Сампоның жоғалып кеткенін түсінгеннен кейін
ол енді ер адамды іздеуге алаңдамайды. Бірақ оның әрбір қадамы әлі де бір тонна кірпіш сияқты еркектерді оған ғашық етеді. Жолда оны мен ұстап алады. Ал бұл сұлулық өзін нағыз бұзақы сияқты ұстайды. Мен үлкен ағашқа сүйеніп, талғампаз жас жігіттің рөлін ойнауға тырысты. Кайланың көзі жанып тұр. Ол келіп, оның өте күшті екенін айтып, оны қолымен сипай бастайды. Сосын ол оның бөксесін сипады. Ол қатты және қатты. Ер адам әп-сәтте тоңып қалады. Бұл әйелге не болды? Ол өзінен гөрі бұзақы сияқты әрекет етеді. Келесі сәтте ол оған өте жақын келеді. Кайланың денесінің хош иесі оны әп-сәтте есінен айырады. Кайла өзін бір деп санайды. Бірақ дәл қазір ол әлі де сампоны табу керек. Сондықтан олар түнде осында қайта кездесуге келісті. Жақында Кайла сампоны табады. Олар бір-бірімен сөйлескеннен кейін куркума жоғалып кеткенін түсінеді. Кайла өзінікін алып, оны таба алмаса да, сампоны үйіне апаратынын айтады. Бірақ бұл көріністі ер адамдар қайтадан көреді. Оның ойында бір жоспар пайда болады. Түнде Кайла уәде етілгендей минаны тауып алады. Ол жолда келе жатып, сырт киімін шешіп алады. Ай сәулесінде Кайланың терісі бірінші дәрежелі асыл тас сияқты күмістен құйылады. Мен оған қатты қарағаны сонша, оның көзі шығып кете жаздады. Көп сөйлемей-ақ, мен Кайланы алып кетіп, тікелей үйіне қайтады. Олар бірден нәресте жасау ісіне кіріседі. Бәрі дайын болған соң, Кайла қатты ұйықтап жатқанда, мен куркуманы ақырын ұрлап, кеудесіне салады. Бірақ ол оянғанда куркума жоғалып кетті. Кеше түнде Кайла көзін жұмған жоқ. Ол менің куркума ұрлағанын анық көрді. Ол таңертең ерте тұрып, куркуманы қайтарып алды. Сонымен бірге басқа қыздар да тез ойлайды. Досым, бұл кейіпкерлер әзіл емес. Бөлмедегі тақтада бормен жазылған бірнеше тік жолақтар бар. 5 жолақ топты құрайды. Барлығы 20 тік жолақ олардың қанша рет ғашық болғанын көрсетеді. Содан кейін олар зәріне арнайы ұнтақты араластырады. Ұнтақпен араласқанда түсі өзгерсе, бұл олардың жүкті екенін білдіреді. Дәл қазір сынақтағы қалған 4 қыздың барлығында жүктілік белгілері бар екені анықталды. Тек Сампо мен Кайланың жолы болмады. 4 қыз алдымен қашып, тайпаға оралуды ұйғарды. Олардың барлығы келесі патшайым болуды армандайды. Кайлаға келетін болсақ, ол алаңдаушылықтан есінен танып қалады. Өйткені ол әлі жүкті емес. Ол жігіт іздеуге шыққалы жатқанда, мен қайтадан пайда болады. Ол олардың әңгімесін жаңа ғана сыртта естіді. Сондықтан ол Кайламен келісім жасағысы келеді. Ол Кайланың жүкті болуына көмектеседі. Бірақ Кайла оған көбірек куркума беру керек. Кайла жоғалған куркума сампосының менің қолында екенін бірден түсінеді. Ол қанжарын тез тартып алып, сен мені пайдаландың ба? Әлі де саған төлегенімді қалайсың ба? дейді. Сондықтан сіз ештеңеге қарамай ұтылмайсыз. Асығыңыз да куркума алыңыз. Мен оның өте нәзік және әлсіз болып көрінетінін көреді. Және ол өзін қатал ұстауға тырысады деп қорықпайды. Бірақ келесі секундта Кайла көзін төмен түсіреді. Мен асығыс түрде кішкентай құрбысын жауып тастайды. Кайла бірден пышағын бұлғап тұр. Мен уақытында жалтарып үлгермей, ағаш тақтаға құлап кетеді. Дәл осы сәтте Кайла өзінің кішкентай құрбысын нысанаға алып, кенеттен соққы береді. Мен тез артқа шегінеді. Бірақ алақанын тырнап алады. Сонымен қатар тамағынан ұстап алады. Кайла куркума алу мүмкіндігін жіберіп алмайды. Содан кейін ер адамды іздеу үшін далаға шығады. Міне, ол біреудің еркектерді аңдып жүргенін көреді. Кайланың жүрегі түсініксіз дірілдеп тұр. Ол бірден оның артынан жүгіреді. Міне, ол мынаны көреді. Бір топ сарбаздар ағайынды еркектерді қарақшылар деп қателеседі және олар бітті. Шешуші сәтте мен оның үлкен ағасы асығыс қашып кетеді. Сонда ғана Кайла менің кедей өмірінің кесірінен ұры болғанын түсінеді. Ал куркума ұрлау, қару сатып алып, сарбаздармен соғысу деген сөз. Ол келіп, ер адамның келісімін қабылдауға дайын екенін айтады. Бірақ ол оған куркуманы жүкті болғаннан кейін ғана береді және тек бір тістеп алады. Бұл жолы олар бір-бірінен ештеңе жасырмайды. Бірақ еркектердің көздерінен нәзіктік оқылады. Ол қолын созып, Кайланың киімін шешеді. Екеуі тағы да солай істеп жатыр. Бұл жолы Кайла джекпотты жеңіп алды. Ер адамдар қолына куркума алу үшін оған қуана қолын созған кезде, Кайла тағы да қолын бұлғап талап қояды. Қыз шын мәнінде менен досының жүкті болуына көмектесуін сұрайды. 2 айлық мерзім аяқталуға жақын қалды. Ал жауапты адам пышағын қайрап жатыр. Бұл уақыт біткен бойда, егер Семпо әлі жүкті болмаса, ол кетіп қалады. Бірақ еркектерге бұл ұнамайды. Ол мұндай жомарт әйелді бұрын соңды көрмеген. Бірақ үлкен ағасы үшін ол әлі де көнуге бел буды. Екеуі орманға қарай бет алған сәтте Кайланың жүзінде мұңды көрініс пайда болды. Бірақ ол тоқтай алмайды. Өйткені бұл олардың миссиясы. Бірақ Чан шынымен де ештеңе істемей отыр ма? Қайтып келген 4 қызға келсек, оларды шынымен жылы қарсы алды. Бірақ олар қайтып оралғаннан кейін олар бұл ұмытшақтықты ішуге мәжбүр болады. Мұндай сусын оларға тайпада болып жатқанның бәрін емес, тек сыртқы әлемді ұмытуға мәжбүр етеді. Мақсат адамдардың қашып кетуіне жол бермеу. Өйткені олар сыртқы әлемді аңсайды. Бірақ олар мұны ішкеннен кейін олардың барлық балалары түсіп тастайды. Белгілі болғандай, патшайым қызының әлі оралмағанын білгенде, тақ дұрыс емес қолдарға түспеуі үшін ол дәрігермен бірігіп аборт жасайтын дәріні дәріге қосады. Бұл тай драмасы La Play The Hidden Town деп аталады.